Сәлем достар, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше дәмді болып шығатын жүрекше пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен 3 жұмыртқаға 200 грамм қантты қосып, аппақ болып көпіргенше жақсылап миксерлеп аламыз. Одан соң 85 грамм сүтті қосамыз және 75 грамм сұйық майды қосамыз. Бөлме температурасында болуы қажет. Тағы да миксерлейміз. Ендігі кезекте 190 грамм ұнға 1 шай қасық қамыр қопсытқышты салып араластырамыз және 2-ге бөліп ұнды салып 1 келкі масса болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Қамырымыз дайын болады. Енді осы қамырдан 1 кесеге 1 ас қасықтай алып, үстіне 1 тамшы қызыл бояуды қосамыз. Кондитерлік бояуды қосып, ыдыстың ішінде араластырамыз да. Видеода көрсетілгендей кондитерлік қапшыққа салып аламыз. Пирогты осындай формаға құямыз. Форманың диаметрі 24 см. Енді кондитерлік қапшықтың түбін кесіп, осындай дөңгелекшелер салып шығамыз. Видеода көрсетілгендей етіп жасаймыз. Дөңгелекшелерді жасап болған соң, осындай ағаш таяқшаның көмегімен жүрекше формасын жасап шығамыз. Енді пирогымызды 170-180 градуста қызып тұрған пешке салып, 30-35 минут пісіріп аламыз. Пирог өте жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Арнаға тіркеліп алыңыз.